Алдымен сүй, ардақта ата-анаңды, үлгілі ұрпақ атадан баталады. Бар жақсылық балаға бұл ғаламда, мейірімінен ананың жасалады. Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім, жақындарына, туған-туысқандарына деген сүйіспеншіліктен басталады. Әлемде өзгермейтін шақ зат бар деп Максим Горький айтқандай, ол ең бірінші ананың ақ сүті, күннің нұры, сәбидің күлкісі. Сен шыр етіп дүниеге келген сәттен бастап, сені мәпелеп, суыққа тоңдырмай, ауыртпай, сен күлсең бірге сенімен қуанып, жыласаң, құласаң, жұбататын ол сенің ата-анаң. Әрдайым сенің қасыңнан табылатын, сені қолдайтын, әркез сенің тілеуіңді тілейтін, ол сенің отбасың. 6 аға бірігіп әке болмас, 7 жеңге бірігіп ана болмас дегендей, қасымыздағы қымбат жандарды әр уақытта қадірлей білуіміз керек. Өйткені отбасы ол сенің байлығың.